Украина ве Русия Федерациясы арасында олып кечкен деңіші вақтында Русия сірлігінден азат етілген екене қырымтатар. Işgalciler Edem Bekirovны Силя ве Патлайчы моделер сақламасынен қабатлады. Тақиқат тәфефханесінде о 9 ай тұтылды. Азат етілген сон юрегіне қиын операция yapılды. Келечекте да бұрдане yapılacak. Мұдан ғайры рухи реабилитация да керек. Мұхберімізінен лақырды вақтында яқшы олған сон Русия аписханесінде қалған сесіме бұслерінің оғырында көрешіні девам етежек деп сөз берді. Тәфсілетліжі Левхамызда. Edem Bekirovның хастахане палатасында эркон мұсафірлер. Софрада Қырым татар хавесі, маса башында есе сербестеки яшайыш ақындалыфлар. Сен азатсың, отурдун машина вестеген ерге кеттің, истесен акрабаларына мұсафирлікке бар. Достлары işgalcilerinin холларына түшмесі насылдыр деп сұрайлар. Изиетлейлер, чекештірелер, сен мұрғасыны чығаралған бір бөджек кебісің, ені сен санки бір шейді келсің. Интервью үшін о махсус Қырым халық жүмкуриетінің үкімет рейсі Номанчели Бичихан ресімлі футболканы кейді. Ода 2015 сенесінден обызым Қырым блокадымызда иштирак етті, қайтуыны бекледі. 2018 сенесі декабрь айында Edem Bekirov юрек операциясына азырлана еді. Ама ондан евел Қырымға барып, туғанларыны зиярет етменге істеді. У меня дочь живет, внучка живет. Анда қызым, торунум, сеумлі қайнанам яшай. Барай біргеже анда кечерейім, оларнен көрішейім, лаф етейім. Йолға мана дуа оқур деп түшіндім, ве сонра анда чықып кетірім дедім. Ама олмады, 9 айдан сон Киевге келіп түштім. Edem Bekirovның өмір арқадашы Гүлнара ханым Қырым татар милли меджлис азасыдыр. Русия бұ тәшкелетні террорджи деп адлады ве ясақ етті. Edem Bekirovның вастасы илейсе, меджлисні итимбардан түшірмеге тырышты. С первого дня сказал, Бірінші күнден оларға не қадар керек олса, о қадар отырдым дедім. Сіз иле ичбір анлашма, келішме тізмейджім. Файл тратил ве патронлар ташылуынен ве тархатылуынен хабатланылды. Бұл видеода федераль телекесізлік қызметі қол тұтық таяқнен Юрген Бекировны алып келгенлеріні көрмек мүмкін. Бірінші группа сақаты аяғы кесіп алынған шекер ве да бір хачоқ дегер ағыр хасталықлары бар. Бұл қадар хасталықнен еркек террорджи деп элан етілді. Она қол тұтмаға махкеме отырушыларына бірчоқ Қырым татар ве украинлер келді. Edem Bekirov тақиқат тәфханесінде яваш оле. Олар мана инсулин инелемеге башлағанынен ярамай олдым. Кемерде бүтінлей шеше едім. Дудақларым атта мана бойле балабан олар еді. Инсулин юкселевінен шекер севесі де юкселе. Не олар инеле еді, тек Аллах біле. Дәнішуге азырланмай еді, ама кене Украин топрағыны насыл көречегіні тасавор еті еді. я всегда этот момент мечтал. Апысқанесінде олған заман дайма бұны арзу еттім, насыл евге қайта жағымны. Ама мұна бойле учақнен олажағыны тахмин біле етмедім. Бұтын вақыт Русия сынырыны кечкен сон Украинаға шаншурет деп қычырмаға естедім. Мұна бойле арзым деккерчек олды. Edem аға оның азат edilmesine ярдым еткен адвокат құқық қорғаушылар ве әркезге миннетдарлық білдіре. У меня нету слов. Сөзлер yok, әркесінің үгінде баш етіп, мейдарлық білдерем. Азат етілгенінден сон 3 күн сонра юрегіне қиын операция yapılды. Шымды бұтын вақыт хастаханеде олғанына бақмадан аписханеде де олғаны кебе мемлекет вазиетіні фаал көзеті. У нас армия. Бізде ордумыз, аскерлеріміз, рухымыз бар. Украина денешті, халқа майдан кешкен сон башқа олды. Бізім халқымыз Русиядан ешбір вақыт қорқмады. Ве 2014 сенесі ешғалі башлағанда бізім халқымыз бірінші наразылық білдірді. Чүнки біз Русия не олғаны яқшы білеміз. Азат тілген сияси мабюс аляда Русия писханеде тұтылған сияси мабюслерінің оғырында көрішмеге ниетлене.